Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте қарапайым заттардан және өте оңай тез дайындалатын тойымды салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қайнап піскен етімізді осылай ұзынша етіп, яғни соломка етіп турап аламыз. Ет болмаса тауық етін қолдансаңыздар да болады, сиыр немесе жылқы етін алсаңыздар да болады. Менде дәл қазір жылқының еті осындай барынша жұқа етіп, соломка етіп турап аламыз да ыдысымызға барлығын саламыз. Және де осындай бір қиярымызды бұны да ұзынша етіп турап аламыз. Барынша жіңішке қылып турасаңыздар өте дәмді, әрі жеген кезде өте дәмді болып шығады. Құрметті менің көрерменім, дәл осы видеоның астына толық описание бөлімінде рецептін жазып қалдырамын. Сол жерден қарай аласыздар. Үшінші кезекте қызанақтарымызды жуып тазалап, қажет емес жерін осылай алып тастаймыз да, бұны да ұзынша етіп турап шығамыз. Негізі үлкен бір қызанақ алсаңыздар жеткілікті. Менде кішкентай болған соң 2 қызанақ алдым. Үшінші кезекте осылай жұмыртқамызды қайнатып аламыз да, бұны да ұзынша етіп турап шығамыз. Өте оңай салаттардың бірі, барлығын осылай ұзынша етіп турап, осылай араластыра салатын боламыз. Бұны да жұмыртқамызды турап алғаннан кейін салаттың үстіне қосамыз және консервідегі жүгеріміздің жартысын ғана осылай салаттың үстіне саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ешқандай да қиындығы жоқ. Одан кейін осылай аскөк қосамыз. Егер ұнамаса, аскөкті қоспай қоюларыңызға да болады. Дәміне қарай кішкене тұзымызды қосып, 2 ас қасық майонез немесе 2 ас қасық кез келген пайыздағы қаймақты қоссаңыздар болады. Ең соңында барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Өте дәмді әрі тойымды салаттардың бірі. Құрметті менің көрерменім, каналымда өте оңай, өте тез жасалатын салаттардың рецебі бар. Дәл осы видеоның астына описание бөліміне ссылкасын қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Егер видео ұнаса, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеліп алыңыз. Ас болсын.